Сол бірақ айтады, адам 20 минут жүргенде бұл аштықпен қалай емделген болса, сол демдіреді де сондай адам тазалайды дейді. Соның ішінде ең мықты бір қарида 40 молданың қуаты болады деген. Бір молдада 40 жай адамның қуаты болады деген. Сонда молдалар ең бір демді жей оқитын қарылар ғой. Ал енді қарыларға ең үлкен зиян нәрсе, қарын тойып алып Құран оқу, жүрек ауру қылады, сахар қылады дейді. Давне қылады дейді. Соның үшін бұрынғы қарылар ешбір уақытта ауызашарда ауқат жеген емес, бір құрма, бір қат ішіп қойған болды. Әзіргі қарыларымызға ауқатты тойдырып береміз, қарным мынандай болғаннан кейін жүрек ауыр не болады. Негізгі Құран оқушылардың жүрегі ауырмайды, сахар болмайды, күші қуаты өте мықты болады. Қай уақытта сол өзінің дәстүріне, өзінің тәртібіне байланғанда. Қуатты мұсылман деген дені сау мұсылман. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям мұсылмандар екі неғметтен зиянда, бірі денсаулықтан зиянда, бірі уақыттан зиянда. Осы екеуін қайсы мұсылман ұстайтын болса, ол мұсылман зиянда болмайды, бақытта болады. Соның үшін өте денсаулыққа мән беру керек. Денсаулыққа мән бергеннен кейін болмағандағысы тағдыр кейін болады.